Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Ең алдымен каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қоюларыңызды сұраймын. Аяқтың ісінуі жиі кездесетін мәселе. Әрбір дерлік ересек адам оны аяғында ұзақ уақыт бойы, әсіресе ыстықта кездестіреді. Бірақ бұл ең алдымен егде жастағы адамдарға қатысты. Мәселенің мәні ісінудің негізінде тіндерде сұйықтықтың жиналуы болып табылады. Көбінесе кеш түсте мазалайды. Ол аяқтың көлемінің ұлғаюымен, терінің бос болуымен сипатталады. Оны басқан кезде тез жоғалып кетуге бейім емес ерекше ойықтар пайда болады. Көбінесе аяқ пен тобық ісінеді. Ісіну саусақтардан тізеге дейін, кейде одан да жоғары болуы мүмкін. Бұл ауру емес, негізгі аурудың симптомы. Аяқ пен тобықтың ісінуінің көптеген себептері бар. Олар мыналарды қамтиды: жүктілік, кейбір дәрілерді қабылдау, жарақаттар, аурулар, мысалы жүрек жеткіліксіздігі, алкоголизм және бауыр жеткіліксіздігі, инфекциялар, лимфедема, қан ұйғыштары, мысалы терең тамыр тромбозы, варикозды веналар. Ұзақ уақыт бойы қимыл қозғалыста болған адамдардың көпшілігі және жоғарыда аталған себептері бар адамдар аяқ пен тобық ісіну қаупіне ұшырайды. Үйде ісінуді жою бірнеше жолмен мүмкін. Олардың ең қолжетімдісі: бірінші, денеге артық сұйықтықты кетіру үшін табиғи құралдарды қолдану. Артық сұйықтықтың алдын алу үшін тұзды, сондай-ақ ысталған ет, тәттілерді, қою шай мен кофені пайдалануды шектеу керек. Аяғыңызды жүрек деңгейінен жоғары көтеріңіз. Егер кешке аяқтарыңыз ісіп кетсе, ұйықтар алдында аяқ астына жастық немесе оралған көрпе қойыңыз. Ісінудің себебі жүктілік болса, бұл процедураны күніне 2-3 рет 20 минут бойы орындаңыз. Есіңізде болсын, егер сіздің аяқтарыңыз жиі ісінсе, көп тұрмауға тырысыңыз. Екінші, аяғыңызды үнемі қалаңыз. Массаж аяқтың бұлшықеттерін босаңсуға, олардан сұйықтықты кетіруге және ісінуді азайтуға көмектеседі. Орташа және күшті қысым қозғалыстарымен аяқтарыңызды уқалаңыз. Үшінші, аяқ ванналары. Аяқтың ісінуін жеңілдететін ваннаға арналған бірнеше рецептер. Сізге ыңғайлы бассейн, аяққа арналған сүлгі және инфузияны дайындайтын контейнер қажет. Бірінші рецепт. Ең оңай жолы теңіз тұзымен ваннаны жасау. 1 ас қасық ас содасы және 2 ас қасық тұз және 3 литр су. Аяғыңызды 15-20 минут суға салып отырыңыз. Екінші рецепт. 2 ас қасық құрғақ немесе жаңа жалбыз, 4 кесе қайнаған су. Жалбыздың үстіне қайнаған су құйыңыз. 15-20 минуттан кейін сүзгіден өткізіп жылы суға құйыңыз. Аяғыңызды жалбыз сұйықтығы бар ыдысқа 15-20 минутқа қойыңыз. Үшінші рецепт. 50 грамм магний сульфаты дәріханаларда сатылады және жылы су қажет. Магний сульфатын ыдыста жылы суда ерітіңіз. Аяғыңызды 20-25 минутқа суға салыңыз. Су тобықты жабуы керек. Содан кейін аяқты сүлгімен құрғатып ылғалдандырғышты жағыңыз. Келесі әдіс компресстер. Ең қарапайым, бірақ сонымен бірге өте тиімді. Кейде компресс арқылы ісінуді жақсартуға болады. Әсіресе қырыққабат жапырағының емдік қасиеті белгілі. Оны ұрып аздап жұмсартып ісінген аяққа қоюға болады. Аяқтардың ісінуі үшін жақсы халықтық құрал қайын жапырақтарының инфузиясы болып табылады. 1 литр қайнаған суға 200 грамм жапырақтарды салып, 1 қасық тұз қосыңыз. 15-20 минут тұндырып қойыңыз. Инфузия дайын болғанда бинттерді инфузияға алып және олармен компресстер жасау керек. Ем болсын достар, ауырмаңыздар. Видео пайдалы болған болса, каналыма жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.